Ұлттық археологияның атасы академик Әлкей Марғұланның Олжабай Батыр кітабы жарық көрді. Құнды еңбектің тұсаукесері Торайғыров университетінде зиялы қауымның қатысуымен өтті. Кешегі Әлкейлердің еңбегімен ұрпағы алдаспандай қайыр алыпты. Археологияны зерттеп жүріп, Әлкеологияға айналыпты. Онсан орта жүзге ұран болған Олжабай Батыр жайлы бұл кітап Әлкей Марғұланның арманы һәм аманаты еді. Баһадүрдің 4-ші ұрпағы екенін өмір бойы мақтаныш еткен ғұлама ғалым Батыр бабасы жайлы мол мағлұмат қалдырған. Отбасылық мұрағатта сақталған сол бірегей қолжазбалар кітапқа арқау болды. Мұнда зерттеу мақалалары халық арасынан жинаған, архивтік қорлардан тапқан тарихи жырлар топтастырылды. Әкем армандап жүрген сол кітаптарды шығарамын деп, Олжабай Батыр туралы папының мәліметтері жатқан еді араб тілінде. Кейін ойладым, не істеуім керек деп, сол бір ғалым бар, араб тілін білетін, Омарова Гүлнар. Сол кісіні шақырдым, айттым, осыны қарап жіберші, не туралы жазылған бар. Сонда сол Олжабай Батыр туралы көп мәліметтер шықты содан. Олжабай Батыр кітабы алғаш рет 2021 жылы Алматы облысында Жетісу кітапханасы сериясы бойынша жарық көріпті. Тәуелсіздіктің түп қазығын қағып кеткен Олжабай Батыр жайлы толықтырылып, жетілдірілген бұл жолғы құнды еңбектің бас кеңесшісі, әрі алғы сөзін жазған белгілі ұлт жанашыры Алтынбек Нұхұлы. Олжабай Батырдың жаңа бір қырынан көрінетін дүние оқырман қауымға жол тартып жатыр. Сондықтан көптеген оқырман қауымның көз қуанышына айналсын деген келеді бұл еңбекті. Осы жолды үлкен еңбек сіңірген Гүлнар Омарова мен Бағдат Дүйсеновтің еңбегі деп айтқым келеді. Олжабай Батыр кітабында Қазан қаласының Лобачевский атындағы кітапханасында сақталған Жая Мұса Байжанұлының ескі қадим жазуындағы Орман Олжабай жыры тұңғыш рет аударылып берілген. Олжабай қоғамдық қорының азаматтарының қолдауымен қаржылай Қазан қаласынан алдырдық, өзі пандемияның түсі болатын. Сосын сол жаңағы Орман Олжабай деген жырды мен аударып шықтым. Соның ішінде енді әртүрлі деректер барды негізі. Олжабайдың жаңағы бүкір қылыш деген қылышы болған Олжабай Батыр. Олжабай Батыр сол қалмақтардан Түркістанды сонымен құтқарған дейді бүкір қылышпен. Соны кім Жая Мұса жырлайды енді. Соның ішінде мынадай үзіндісін келтірейін. Тыққаны бұл қылыштың шәһәрі Кабул дейді. Ауғанстанға тыққан ғой алдында. Жасалғаны 707 жыл дейді. Бұл қылышты 707 жыл жасағанда, тарихы 1187 жазуы жүзіндегі осы дәлел дейді. Сосын бұны қылышта 1187 деген жазу бар. Бұл қылыш омбыда тапсырды дейді Әлкей Марғұлан. Санаға байлаған Олжабай Батырдың қайқы қылышын табу ұйымдастырушылардың келесі межесі. Аталған кітапты Олжабай Батыр қоры 500 дана етіп шығарды. Ол облыстың барлық кітапханаларына таратылмақ. Біреу қолдансайды, менің мұрамды әрі қарай жалғастырама деп. Ал енді міне жерде бір ғана мысал. Дәнел апамыз алтының сынығы қыз бола тұра әкесінің мұрасын жарыққа шығаруға себепші осы кісі. Жиын қорытындысында Алтынбек Нұхұлы шешімін табу уақыт созуды көтермейтін бірнеше ұсыныс айтты. Сондай-ақ конференция қатысушылары Әлкей Марғұлан атындағы университет музейін аралады. Келешекке мол қазына, таусылмас азық болар Олжабай Батыр кітабының тұсаукесері Әлкей Марғұланның ата мекені Баянауылда жалғасын тапты. Салтанатты шарада Дәнел Әлкей қызына Баянауыл ауданының құрметті азаматы атағы берілді. Гүлсара Мәлікова, Айбек Ғазиз, Ертіс ақпарат.